Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге 2018 жылы жарық көрген Манифест сериалы туралы айтып беретін боламын. Ал ендеше біз бастаймыз. Оқиға Микаэла деген қыздың сөзінен басталады. Ол өзінің жанұясы туралы айтып беріп отырады. Оның жанұясы өте қарапайым бір америкалық отбасы еді. Олар демалыстарынан үйлеріне қайту үшін аэропортта өздерінің рейстарын күтіп отырады. Оның ағасының Кайл есімді бір баласы бар еді. Оған лейкемия диагнозы қойылған еді және оның өмір сүруіне өте аз уақыттар қалған еді. Бір кезде аэропортта рейстің толып қалғандығы туралы айтады және осы рейстегі билеттерін тапсырып келесі рейске отырған адамдарға $400 купон берілетіндігі туралы айтады. Мика бірден келіседі, онымен бірге ағасы және ұлы қалады. Олар самолетте отырады. Олар ұшып келе жатқан кезде ағасы қарындасынан осы уақытқа дейін оған ғашық болған жігіттердің біріне неге тұрмысқа шығып алмағандығы туралы сұрайды. Осы кезде олардың әңгімесін қатты толқыннан болған сілкініс бөліп жібереді. Самолет қатты қозғалады, бірақ ұшқыштар барлық нәрсенің өз қалпында екені, барлығы олардың бақылауында екендігі туралы айтады. Белгіленген жерге жетіп келген соң ұшқыштар ұшақты қондыруға рұқсат сұрайды. Бірақ аэропорт олардан олардың кім екендігін, ұшақта қанша адам бар екенін және ұшқыштың есімін атауларын сұрайды. Бірақ сәлден кейін оларды басқа бір аэропортқа жібереді және олар сәтті түрде жерге қонады. Олар ұшақтан түскен сәттен олардың жан-жағын арнайы топпен құралған полицейскийлер қоршап алады. Адамдардың барлығы ештеңе түсінбей тұрады. Полиция қызметкерлері ұшқыштармен сөйлеседі. Осыдан кейін күтіп шаршаған адамдар не болып жатқанын сұрайды. Сол кезде полицейскийлердің бастығы олардың 2013 жылы 13 апрельде ұшып кеткендігін, бірақ қазір 2018-дің ноябрь айы екенін айтады. Олардың барлығы 5,5 жыл бойы із-түссіз жоғалып кеткендердің қатарында екен. Барлығының аузы ашылып қалады. Ешкімнен аэропорттан шығуға рұқсат бермейді және әрбір адамды жеке-жеке тергейді. Тіпті кішкентай Келді да тергейді. Бірақ ұшақтағы барлық адам бір ауыздан тек қана ұшқанын және де бұл ұшу уақытының бірнеше ғана сағатқа созылғандығы туралы айтады. Микаэланың барлық отбасы бір-бірімен қауышады. Олар бұл балаларының ешқалай қартаймағандығына қатты таңғалады. Ағасы кеткен кезінде кішкентай ғана болған қарындасын көріп аузы ашылып қалады. Олардың әкесі енді олардың анасының бұл өмірде жоқ екендігін айтады. Мұны естіген Микаэла сене алмай қатты жылайды. Барлығын үйлеріне қайтарып жібереді. Осыдан кейін ұшақты өте мұқият түрде арнайы киіммен тексереді. Бірақ ұшақтан ештеңе таппайды. Бейне бір ұшақ уақыт аралығында тұрып қалғандай көрінеді. Бірақ бұған ешкім сенбейтін еді. Микаэла өзі детектив болып жұмыс жасаған полиция бөлімшесіне келеді. Ол өзінің коллегаларын көріп қатты қуанады. Сонымен қатар қыз өзінің бұрынғы жігітін кездестіреді. Қыз оның үлкейіп кеткенін байқайды. Оның қыздан үлкен жаста екендігі кәдімгідей көрініп тұратын еді. Сондай-ақ қыз оның қолындағы неке жүзігін байқап қалады. Ал бұл уақытта кішкентай Кейлді больницада тексеріп жатқан еді. Ата-анасына дәрігерлер оның анализдерінің барлығы 5 жыл алдын қалай болса солай сақталғандығы туралы айтады. Және де оларға арналған өте қуанышты жаңалық бар еді. Осы 5 жыл ішінде бұл ауруды емдейтін неше түрлі ем шаралар ойлап табылған еді. Және баланың сауығып кетуге мүмкіндігі өте жоғары еді. Ал бұл уақытта магазиннен шыққан Микаэла автобуста кетіп жатып бір дауыс естиді. Бірақ жолаушылардың ешқайсысы ештеңе демеген еді. Ол жүргізушіден жылдамдықты төмендетуін сұрайды, бірақ жүргізуші оны тыңдамай қояды. Жүргізуші соңғы уақытта тежегішті басып үлгереді және автобустың алдына жүгіріп шыққан бала аман қалады. Жүргізуші қыздан ол баланы қалай көргендігі туралы сұрайды. Қыз бұған өте қатты таңғалады. Ол өзінің қабілеттері туралы ағасына айтып береді, бірақ ағасы оған бұл жайлы ешкімге айтпауы керек екендігін, егер айтатын болса, белгілі органдар оны алып кетіп зерттей бастайды туралы ескертеді. Сол ұшақта болған Санни есімді дәрігер қыз өзінің жұмыс орнына келеді. Ауруханада оны үлкен қошеметпен қарсы алады. Өйткені ол кетпес алдын өзінің рак ауруымен зерттеген жұмыстарын дәрігерлерге жіберіп үлгерген еді. Және соңғы 3 жыл ішінде рак ауруын емдеуде оның зерттеулері өте қатты көмектескендігі туралы айтады. Осы зерттеудің арқасында олар бірнеше адамдардың өмірін аман алып қалған болады. Таң азанмен жүгіруге шыққан Микаэла бір топ иттердің қасынан өтіп бара жатып
әлгі дауысты тағы естиді. Ішіндегі дауыс оған босат деп айтып жатады, бірақ қыз тыңдамай кетіп қалады. Қыз сол күні түнімен ұйықтай алмайды. Оған ішіндегі дауыс тыныштық бермейді. Ешқандай шарасы қалмаған қыз орнынан тұрып иттерді босату үшін келеді. Бірақ ол жерде жалғыз емес еді. Оның ізінен оның ағасы келеді. Микаэла одан не істеп жүргенін сұрағанда, ағасы оған да сол дауыстар тыныштық бермегенін және ол да иттерді босатуға келгендігін айтады. Олар бірге иттерді босатып жібереді. Ертеңіне таңда олардың үстінен шағым түседі және де қыздың бұрынғы жігіті одан иттерді неге босатып жібергендігі туралы сұрайды. Бірақ қыз өз эмоциясына ерік беріп жылап жібереді. Ол осы жағдайлардан кейін оның өмірінің күрделеніп кеткендігі туралы айтады. Бұл басқалар үшін екінші мүмкіндік болса, ол үшін өте қиын еді. Себебі ол анасынан айырылып қалған еді және оның жақсы көрген жігіті оның ең жақын құрбысына үйленіп жатқан еді. Мұны естіген жігіт қызды қатты құшақтап оған қолдау білдіреді. Бұл уақытта медиктердің жиналысында кішкентай баланың емі талқыланып жатады. Олар баланы емдеуге өте қатты қорқады, себебі бала 5 жылдан кейін оралған еді. Егер оған бірдеңе болатын болса, больницаның статистикасы түсіп кететін еді. Мұның барлығын естіп отырған Сани өте қатты ашуланады, себебі ол да сол ұшақта болған еді. Ол өзінің бастығына баланы қалай болмасын емдеуіміз керек, бұл бала үшін екінші мүмкіндік деп айтады. Детектив иттерді өз егесіне қайтарады, бірақ Микаэланың ішіндегі дыбыс әлі де оларды босатуын айтып жатқан еді. Детектив иттің егесімен сөйлесіп тұрған кезде Микаэла жасырын түрде үйдің ішіне кіріп кетеді. Ол есігі құлыптаулы тұрған сарайды табады және құлыпты бұзып ашады. Есікті ашып қараса, іште ес-түссіз жоғалып кеткен екі қыз отыр екен. Ал әлгі адам өте үлкен қылмыскер болып шығады және ол детективке шабуыл жасамақшы болады. Осыдан кейін олар әлгі адамды қолға түсіреді. Ал Микаэланың бастығы болса, оған өзінің ескі жұмысына қайта оралуды ұсынады. Осыдан кейін тек қана ағалы қарындастың емес, сол шақта болған барлық адамның ерекше қабілеттері пайда болғандығы анықталады. Бұл белгісіз күш олардың барлығын ұшақтың қасына алып келеді. Олардың барлығы ұшаққа келгенде ұшақ бір сәтте жарылып кетеді және де бұл барлық жолаушылар үшін тек қана бастамасы еді. Осымен фильмнің бірінші сериясы аяқталады. Достар, сериалды көргендеріңіз болса, төменде өз ойларыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Және де бұл сериал туралы келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Ал біз сіздермен келесі видеоларда кездескенше қоштасамыз. Сау болыңыздар.